Бәрі де махаббатқа бас иеді. Жан осы бір ежелден келе жатқан сөздерді құмға жазды. Ол сөз оның ойында мәрмәр тасқа қашалғандай мәңгі жазылып қалды. Бәрі де махаббатқа бас иеді. Тіпті оны ажал да жеңе алмайды. Өзен жағасынан бақыт құшағына бөленіп, шат күйінде оралған жанның осы бөлмеде у-шуге бел байлағаны есіне келді. Егер тәтесі Жафарға тиіспеймін деп ант бермегенде ішіп жіберетін еді. Тәте, ол болмаса Жафарды көре алар ма? Тәтесі қандай жақсы адам, бірақ енді одан ешқандай үміт жоқ. Жан өзен жағасына барар алдында осыдан кейін басқа ешқандай тілегі болмайтынын айтқан, жалынып сұраған. Осындай келісіммен екеуі Жафарға барған еді. Бірақ Жан Жафармен тағы кездеседі. Бүгін бір күн, ертең 2 күн, ал бүрсі күн өтінде ол жағаға жалғыз барады. Ұрлап алу жақсы емес, ұрлаған ұят-ақ, бірақ тәтесінен кілтті ұрлап алуы керек. Жан тәтесінің бөлмесінде отыра берді. Түннің жақындап қалғаны ойынан кетпейді, мазалайды. Жафар от жағады да қысқа ойынды 3 қайтара ойнайды, бірақ Жан бара алмайды. Бөлме тып-тыныш, тек шілделік қана анда-санда шыр-шыр етеді. Бір кезде індегі тышқандардың мазасы кетті. Шиқылдайды, апыр-топыр алысады, салмақты бірдеңені итеріп домалатады. Жан зеріккендіктен олардың немене істеп жатқанын көргісі келді. Сөйтіп інге жақындады. Іннің аузы едәуір үлкен екен. Жан інге 2 саусағын тығып жіберіп еді, қолына кілт ілікті. Сол кілт өзіне қалың етіп май жағыпты. Тышқандар сірә кілттің үстіңгі жағын бірден-ақ жалап бітіріп, енді сүйкімді иісі аңқыған ауыр затты аударуға әрекет жасаса керек. Міне енді жанға қосылып, қорқақ сұр тышқандарға рахмет айтайық. Олар болмаса Жафар қойшының өз ғашығымен кездесуі екіталай еді. Біз де өз әңгімемізді мезгілсіз үзіп, ерте аяқтайтын едік. Өзінің ашынасы кер күтушіге сол күні бармаған үшін олыға тәтеге де мархабат етейік. Осы түні кездесуден кейін өзін не күтіп тұрған жөнде Жан ойлаған да жоқ. Ол қорықпады. Пальма шарабы да оған қажет болған жоқ. Тек 3 кесе қою кофе ішті. Енді ойы айқындала, өзі батылдана түсті. Ең бастысы күндегі қалыптан өзгермеу және ештеңе сездірмеу керек. Кешкі ас ішті. Тәтесімен ананы-мынаны мылжыңдасып сөйлесті. Кешкі намаздан кейін ұйықтауға кетті. Ештеңесі дайын емес. Шаруа қыздар киетін көйлек те, шәрке де, қара плащ та жоқ. Оларды тауып алуға да болмайды. Тәтесі олардың бәрін өз бөлмесіне апарып, абдыраға салып жауып қойған. Оларсыз-ақ бірдеңе істейді. Алтын зерлеп тіккен сақтиян кебісті киюге болмайды. Бәдәуилерде қонақта болған кезде Алиман оазисінде жүргендегідей жалаң аяқ барады. Ең жаманы көйлегін ауыстыра алмайды. Күн көрінетін жұқа Египет матасынан тігілген мұндай көйлекті қызметші әйелдер де, олардың жиен-сіңлілері де кимейді. Абай орнына шапандар тұрған қуыстың аузына ілінген қара мақпалды пайдаланады. Таңертең оны қайтадан орнына қояды. Енді тек түн ауғанша күту ғана қалды. Тауық 2-ші рет шақырған кезде Жафар түйекештердің өлеңін қысқа худан 3 рет ойнады. Күндегідей кең терезелер ашық тұр. Күндегідей оң жақта 7 қарақшының алтын ожауы, ал сол жақта күміс вега көрініп тұр. Тыныштық фонтанның ғана сылдыраған дыбысы естіледі. Кейде тотығыс өз үйшігінде ұйқылы-ояу қозғалақтап, «Бісміллә, бісміллә, бісміллә» деп үңгірлеп қояды. Бөлменің босағасында күміс ағаш үстінде түнгі май шам жанып тұр. Одан түскен мазасыз көлеңкелер қабырғада төбеде дірілдеп қозғалады. Бөлмеде немене болып жатқаны көрінбес үшін оны ертерек өшіріп тастау керек. Тыныштық, қараңғы. Аспанның мақпал күмбезінде жұлдыздар алтын түстес қалампыр гүлдей жайнады. Жан өзінің ұйықтап қалмайтынын біледі. Сол ғана жетіспегендей. Кешкі астан соң тәтесін таңдандырып кофе қайнатып беруді өтінді. Екі беті әлі күйіп тұр, ал ойы сергек, айқында жеңіл. Тауықханада бір қораз шақырды. Екіншісі қайталады. Сөйтіп бүкіл қалада қораздардың шақырысуы басталды. Жан диваннан қарап тұрды. Ұзын көйлегінің етегін беліне қыстырды да аяғынан басына дейін қара мақпалға оранды. Бақ ішінде қап-қараңғы. Орақтай елген жасай бұлтқа тығылып қалыпты. 3 қадам жерде ештеңе көрінбейді. Жан терезеден жеп-жеңіл секіріп түсті де тың-тыңдап жан-жағына қарады. Ешкім жоқ сияқты. Қараңғыға сүңгіп жоқ болып кетті.